Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жасалу өте оңай, дәмі де керемет болып шығатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар және тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл салаттың жасалу жолына алдымен бізге піскен ет керек болады. Етті ұзынша қылып турап аламыз. Еттің майлы жерін алып тастаймыз. Міне біздер еттерімізді турап алдық. Енді ірімшікті тұруға кірісеміз. Ірімшікті дәл ет ұқсатып, ұзынша қылып кесетін боламыз. Енді дәл осылай қиярымызды да турап аламыз. Міне мен барлығын турап алдым. Енді үстіне горохымызды саламыз. Содан соң қаймақ саламын. Қаймақ болмаса, сіздер майонез салсаңыздар да болады. Майонезбен де дәмі өте жақсы дәмді болып шығады. Енді жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер осы рецептпен. Міндетті түрде сіздерге ұнайтын болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер де видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.